Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн болсын, құрметті көрермен. Бүгін сіздерге американдық мрамор печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл печеньені басыңыз ауырғанда жесеңіз, басыңыз дереу қояды. Рецептің описание бөліміне толықтай жазып кетемін, яғни осы печеньенің аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше, жұмыртқамыз ағарғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай масса шықты. Енді осының үстіне ерітілген жоғары пайыздық сары майымызды құямыз. Сары майымызды құйып болғаннан кейін тағы да венчикпен араластырамыз. Оның үстіне какао порошогынан саламыз. Какаоның рахат деген түрі өте жақсы, сонда ғана біздің печеньеміздің дәмі тәтті болып шығады. Оның үстіне қосқышымызды қосып, венчикпен тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды електен өткіземіз. Електен өткізу міндетті. Біздің печеньеміздің ортасы нәзік әрі жұмсақ болуы үшін ұнымыз електен өткізілу керек. Ұнымызды електен өткізіп болғаннан кейін таза қолымызбен жұмсақ нәзік қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болуы керек. Осымен біздің қамырымыз дайын. Тоңазытқышқа 30 минутқа демалдырамыз. Сонда қамыр өзінің формасын жақсы сақтайды. Қамырымыздың барлық салмағы 586 грамм. Осы қамырларымызды 40 граммнан бөлшектерге бөлеміз. Достар, егерде сіздерде арнайы печенье жасайтын форма болатын болса, сонымен кессеңіздер де болады. Мен осылай екі алақанымның көмегімен печеньенің формаларын дайындап шықтым. Печеньенің формаларын дайындап болғаннан кейін қант ұнтағына малып аламын. Достар, менің YouTube каналымда көптеген дәмді, ерекше ас мәзірлері бар. Сіздер де YouTube каналыма тіркеліп, сол дәмді тағамдардың рецепттерін жасап, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар, отбасыларыңыз қуантасыздар деп ойлаймын. Одан бөлек менің YouTube каналымда Pinduoduo курсының барлық сабақтары түсіндірілген. Алдын ала печкамызды қыздырып, 180 градуста 25-30 минут көлемінде пісіреміз. Осымен біздің американдық печеньеміз дайын. Америка еліне бармасақ та, американдық печеньені жасап көрейік. Мен ұсынған рецептті міндетті түрде жасап көріңіз. Бізге ас болсын, сіздерге печенье жасауға сәттілік. Достар, видео пайдалы болып ұнаса, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. YouTube каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.